Қыздар, сәлем. Бүгін біз сіздермен құлпынайдан пирог жасаймыз. Ол үшін бізге керегі 2 жұмыртқа, 1 стакан қант, 2 стакан ұн, ас содасы, ванилин және құлпынай. Сосын протеинға төтсейтін пергамент қағазы. Ал енді бастайық. Алдымен 2 жұмыртқа мен 1 стакан қантты жақсылап араластырамыз. Міне қант пен жұмыртқаны араластырып алдық. Тағы да бізге сүт керек, 1 стакан. Енді осы қант пен жұмыртқаны үлкендеу ыдысқа құйып, үлкендеу ыдысқа құйдық. Оған 1 стакан сүт құямыз. Сосын 2 ас қасықпен сұйық май құямыз. Міне қыздар, 2 жұмыртқа мен қантты араластырдық. Оған 1 стакан сүт қостық. 2 ас қасықпен 2 қасық сұйық май қостық. Енді чай қасықпен жарты қасық ас содасын қосамыз. Сосын ванилинді қосамыз. Содан кейін көзбен өлшегенде 2 стакан ұн қосамыз. Қосамыз да жақсылап араластырамыз. Міне қыздар, бәрін жақсылап араластырдық. Қою қаймақ сияқты болу керек. Енді протеинге мынандай пергамент өлшеп кесіп салып аласыз, күйіп кетпес үшін. Сосын оны құямыз. Міне қыздар, құйып алдық. Нанымыз, қамырымыз. Енді құлпынайды қойып қойдық. Құлпынайды тізіп қой. Тізіп шығамыз. Батырып тізе. Міне маған Әселеп көмектесіп жатыр. Сәлем де. Сәлем. Қалай тіздің? Ой, мен қызым күшті тізеді құлпынайларды. Міне қыздар, тізіп шықтық. Сіздер гүл қылып немесе бір әдемі бір ұзынан немесе қиғашынан қылып тізіп шықсаңыздар болады. Біз енді өзіміз үйге болғандықтан және де Әселеп көмектескендіктен осылай міне тіздік. Енді духовканы 180 градусқа қыздырып, жарты сағатқа қоямыз қызарғанша. Пирогымыз дайын. Кішкене 10 минутқа орамалмен жауып тұрамыз. Пирог дайын болды. Дегустатор Әсел. Ал, жеп көр. Дәмді. Дәмді ма? Ұнады ма? Қандай баға қоясың? 5 алақай. Енді біз көрейік, дәмі. Міне арасы пісті.